Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ең оңай әрі өте дамды болып шығатын лечоны рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге тазаланған тәтті бұрыш қажет, 1,5 килограмм. Және өз қалауыңызша оны турасаңыздар болады. Мен осылай кішігірім етіп 4 бұрыш етіп турадым, өздеріңіздің талғамыңызға қарай. Ендігі бізде қызанақтар, бұны 4-ге немесе кішігірім болса 2-ге де бөлуге болады. Барлығысын ет тартқыштан немесе блендерден өткізіп аласыздар. Тартылған қызанағымызды кең ыдысқа құямыз да керекті дәмдеуіштерімізді саламыз. Ол үшін бізге қант қажет, тұз және бұрыш. Шамалы араластырып аламыз деп, енді бізге сұйық май қажет болады. Оны міндетті түрде басында құйыңыздар, соңында құйып, қайнатып жүрмеңіздер. Сұйық майды құйып болып тағы бір араластырамыз да, отымызды сәл қаттырақ қойып, қызанақтың қайнағанын күтеміз. Қайнап бастаған қызанағымызға біздің туралған тәтті бұрыштарымызды саламыз және бұның тағы да қайнағанын күтеміз. Сол мәметтен бастап 15 минуттай тәтті бұрышымызды қайнатамыз. Қайнаған кезде біз лавр жапырағын, ұсақталған сарымсақты және уксусты құямыз. Барлығысын жақсылап араластырамыз және 3-4 минуттай тағы бір мәрте қайнатып шығамыз. Бұл лечоның ең ыңғайлысы бөлме температурасында сақтауға болады. Мен осындай стерилді банкілеріме құйып шықтым және таза қақпақтармен жауып шықтым. Қақпағын жауып, толық суығанын күтеміз де тоңазытқышта немесе бөлме температурасында шкафте сақтаймыз. Ас болсын.